Біз осы жермен сізбен орын ауыстырамыз, өзіңіз айдап көрсеңіз болады. Маршрутымыз тік, оңға және оңға. Электропривод регулировкамен сиденьені, айнаны өзіңізге удобно жасап алсаңыз болады. Бұл автокөліктің бір жақсысы, бензинге қарағанда қалада 10 литр расход болса, бұл жерде уже расход 4 литр. Көп жағдайда 3-3,5 қалада. Неге десеңіз, қалада пробка жағдайында сіз көбінесе тормозбен жұмыс жасайсыз, машина өздігінен зарядталады. Қала аралық расходы 5-6 литр болады. 20 дөңгелек болса да өзіңіз келе жатқандай, жол тегіс емес, қалай екен жұмсақтық жағынан Өте жақсы. Сіз өзіңіз қазір қандай көлікпен жүрсіз? Камри. Әйел кісіге асты биік, высокий клиренс. Клиренс жағынан айтатын болсақ, алдыңғы RAV4-те ол 195 мм, бұл жерде 201 мм. Қараңыз, камера 10 км-ға дейін алдын көрсетіп тұрады. 10 км-ден кейін сізді назарыңызды бұрмашын, ол өздігінен өшіп қалады. Автокөлік кроссовер болғандықтан барлық жаққа шығуға арналған, тау болсын, трасса болсын, қала болсын, сырғанақ жол, таулы тасты жол және қалааралық норма жол. Одан бөлек, егер мысалы сізде динамика керек болатын болса, мына жақтан өзіңіз режим вождения таңдай аласыз. Эко-режим, спорт режим, немесе пользователь өзіңізге можете настроить. Біз қазір нормамен кетіп жатырмыз. Енді парковкаға қоямыз. Так, соны басамыз. Енді старт басасыз. Тормозды жібересіз. Өзіңіз көргенде ештемені баспайсыз, автокөлік өздігінен жолды тапты. Бір жақсысы, видите, полоса үстінен ровно қояды. Сол жағыңыздан да, оң жағыңыздан да есікті ашсаңыз, екі жағынан бірдей ара қашықтық. Машинаның жан-жағын бәрін сізге көрсетеді, ешқандай препятствие жоқ, бәрін. Қалай автокөлік сізге? Ұнады ма? Өте керемет, ұнады. Онда ішке кірейік. Қалай алу жолдары бойынша маған әйеліңізге оформлять етсеңіз удостоверение, адрес прописка, сот номер керек.